Ұсынса жоқ болу керек пе? Иса. Balam to'xta. Ey balam. Usta zatında arqalab chiqqaningni qo'ysang-o. Ел xalqning oldida men yura olmay qoldim-ku. Uyat qo'vo zatında arqalab yurganim. Onun o'rnina minani al. Нормальный ko'rinadi. Так, жігіттер, мынаны полный комплект қылып жаңа зор маркетке жүктеп жіберің. Қазір машинға атып тұр. Марат. Ал. Мынау сен ба? Ау мен. Сен өлтіре қойын деймін ғой. Яқшы, қазір мен балаларға тапсырма беріп алайын, кетті тұрып тұр. Қазір айтамам. Сондай ма? Полный комплект қылып жіберің, машинға атып тұр. Не болды? Шамаласпадың ба бірақ? Я қазір біз мына клиентке холодильниклер, Galaxy деген холодильниктер Россиядан келдік те. Соларды қосып түсіндіріп, нелерін түсіндіріп отпаңыз, азымыздан бола ма? Сондай ма? Ау. Болды. Брат, шамаласпадың ба? Маған бер жүрме ғой. Кім? Інім, аз біз мына Хантөре маркет дегенде подключ тапсырып жатырмыз да. Бұны азғандай жұмыстары қалып, бір көріп неғып кетейін да. Айтамын өзіме, арқайын тұра бер. Сондай ма? Ау. Алло, брат. Не болды? Я, мынауың сен баса-бас қой. Бағанадан бері ізіне еріп жүрмін. Өлтірмедің ба не? Я, не ғой? Демек қояйын ба, я? Неге? Тым жақсы жұмыс істеткенде Қарақалпақстанға біреу зат әкеледі екен да, жаңағы холодильник андай затларды магазинге, супермаркеттерге. Тупой, өлтіре алмаған болсаң, ақшаны қайтар, басқа біреу өлтіреді. Ақша? Кредит тартып кетіп қойып еді ғой ақшаңды, брат. Ал, қайырлы ассалаумағалейкум, құрметті ватандаштар. Ассалаумағалейкум, құрметті қадірланушылар. Әрбіріңіздің басыңыздан қызықты уақия өткен болуы мүмкін. Сол уақияларды естіп, күлісейік деп сіздермен бірге. Құлас айтқанда YouTube тармағына уақия жобасын бастап жатырмыз. Левианда ағаларымыз Квен Шоу. Байрам Дәулетниязов. Ердар Қадірбек. Үстіге деп, компьютердің алдын алып тақ деп жұмыс істеп жатқандай боламыз. Артқа қарап жүрмейді. Сонда ассалаумағалейкум, осы дискінің иесі. Осы дискінің иесі бе, ямаса сіз көшеңізде басында тұратын пәлешілер бір көріп сұрап алдыңыз ба деген. Ай, берді. Сотып алған пешіне әп келді. Сонда жаңа Мойнаққа ең баратып, бірінші рет мен Мойнаққа келіп баруым ғой. Оянсақ еле жолдамыз. Оянсақ еле жолдамыз. Ой, мына Мойнақ дегеннен ома қыз алудың керегі жоқ. Әзір мен келіншегім Мойнақ. Біздер ойламаған балалар тамада болып кеткен ғой енді. Әз көрсетіп ашып отырдыңыз. Бейт Біздерім сол сіздің тойдан көріп үйге аларды ұрлаймыз. Біздерді арқайын әлігін кезе тауысыса береміз. Әлбетте оның барлығы хәзілдеп тұрмайды. Ал, қайырлы ассалаумағалейкум, құрметті ватандаштар. Ассалаумағалейкум, құрметті қадірланушылар. Әрбіріңіздің басыңыздан қызықты уақия өткен болуы мүмкін. Барлығымыздың басымыздан өткен. Сол уақияларды естіп, күлісейік деп сіздермен бірге. Квеннің фундаментін құйған, кірпішін қалаған, үстін бастырған, құлғасы легенда ағаларымызды. Әзіл видео, әзіргі тілмен айтқанда Вайнның короллері десек. Дискеттің көрілері. Құлас айтқанда YouTube тармағына уақия жобасын бастап жатырмыз. Құлас айтқанда Левианда ағаларымыз Квен Шоу
Байрам Дәулет Ниязов. Ердар Қарабеков. Қош Қош келіпсіздер. Ағалар, қалшылар. Сәл албыраушылықтар болады енді. Сол иншалла Кейін көріскеннен кейін уақытында енді дұрыс. Ya sizler alırıp dur suat sizler albırağın sen bizlege motivasyon bizler bulardan güçlüdür keyimiz. Аға қош келіпсіз. рахмет Біздерді сол бірінші көрсетуімізге шақырғанымызға яқ демей, сол тұсауын кесуге Сіздерді мақұл көріп, ұстазларымыз. Біздер не сіздерге әуезетіна Байрам Мұқан болып, жаңағы не қылғанбыз ғой. атын дұрыстап қоймағанда мысалы байрамаға байрам келеді да. Болады, Мұхан Бадок екеуіңізге де таза проектлер оң болсын. Рахмет аға. Алға ілгерілей берсін. Сол Байрам екеумізді бірінші болып шақыртқан үшін біздер Байрам екеуміз жүдә қуаныштымыз. Енді сол бүгінгі көрсетуді басламай тұрып, халыққа да қызық, біздерге де қызық. Әзірде не менен бән қысқа айтып жіберсең. Қаяқта олар Не істеп жатыр деген сұраған кішігірім бір оқып деп кеткеніміз болды. Енді әзіргі уақытта не дейді, частный фирма дейді ғой. Өзім жеке фирмемде жұмыс жүріп жатырмын. Сол концертлерді көместіру, сол әйтеуір байрамнан ауысқан тойлар осы тойларды орып дегендей. Айтпақшы, элитный тамада. Айта берсек болады ма? Biz-konкурс. Бизнес-конкурс элитный тамада. Конкурстардың бәрін байрамға беріп жатырмын, өзім сонда өзім жүріп. Байрама Men çok елдің қызметі сол баяғы. той. Берді тастап кеткен талап. Тамадашылық тойластары. Олай болса, бастаймыз. Енді біздердің көрсетуіміздің шарты бар, азғантай басында. Енді уақия ғой енді көрсетуіміз. Уақия айтып бересіз уақытында, қызық уақияларыңызды. Өтірік қосылмайды, фантастика, анау-мынау қосылмайды. Бізде өтірік қоссаң бәрі білмейсіз ғой. Құлас басыңызда өткен уақияны қалесеңіз басқа біреудің таныстарыңыздың басынан өткен уақия болса айтып берсеңіз. Не болған болса құлақ ашпай, төкпей айтып беру керек қой. Сола ма? Ана жерде адвокат сот бәрі отыр. Баслануына. Енді кімінде районларда жүрдіңіз, енді уақыт қызық. Айта қазірге қарағанда имканиyaтлар жоқлау көбірек оны күлкіменен жауып мынандай прикол болып өткен шығар. Біздерге де халыққа қатты қызық та сол кездегі уақиялар. Енді Байрам екеуміздің ең не дейді, глобальный ятта қалатын бір уақия болды. Біздер Байрам екеуміз 1,5 сағатлық программаның ішінде 4 интермедия болатын еді. Har интермедия 15 минуттан 1 сағат болады, 60 минут болады. Қалған ярым сағатын қосыққа беретін. Құласы Байрам екеуміз сол бір программаны таярлап алсақ, 45 күн концерт дейтінік. 45 күн. 45 тоқтамасын. Кеште концерттен қайтамыз, түнде кеш қайтамыз, почти таңға таман қайтамыз. Обедке дейін дем аламыз, обедте тұрып обед жейміз де сонымен күнде бір уақия қайталана береді бұған. 45 күн да мысалы да. Оған адамдар айтуын 45 күн қалай о деп не? Каникулда каникул. Каникулдың уақытында ұлыма ол кезде біздер жаңағы енді айырып атқан жоқпын. Азыр мысалы қосшылар болсын, қызықшылар болсын, районға концертке баратын болса, Тақтөбе ма, Тақтөбедің өзіне барып қойып атып тұр ма? Біздер мысалы сол бір районға кірсек, сол районнан бір кемінде бір 10 күн байрам. 10 күн, ең аз дегенде 7 күнде шығып кететін. Бір районнан. Қалды ма кітте бір 10 үй жайласқан болмаса Тақтөбенің центрінде концерт болса, мысалы Қараөзектің центрінде концерт болса, мысалы ертеңіне Кармар совхозда, оңар күні Өріш совхозда, оңар жағы Тақтөбе совхозда, құласы бір совхоз районның өзі 7 күнде айналып шығатын еді. Ұлыма сол бір программа 45 күн кететін еді. Сондай бір концерттердің бірінде Қараөзек совхозы именно біздің ауылға болатын болды концерт. Не дейді, Байрам екеуміз бір аш көзденгеннің несіме бір той алып қойдық Нүкістен. Концертте жүрмейді. Концертте жүріп той алып қойдық қырық қыздан. Байрам күн бетін ашты. Кеште комсомол тойын мен атқаруым керек. Байрам концертке барып тұрамын жора. Құласы концерт. Машинам жоқ. Машинам жоқ. Таксиден жоқ ол. Любой время. Тауып аласың мысалы қазір. Қызығы да екеуі де өзі. Біз командада жетеуміз ғой. Бір концертті зор еклейміз, екеуі. И еще концерттің уақытында мынау баста сөйлеп жатырмын, мен аузда тұрып кассада ақша жинап жатқанда, менің очередім келе ме, әсте еңгейі бар, өтіп пакеттер жеге қой, даже тиіске деймін. Я ойында. Адамларым деғанда, өткіз анаң рөл келді. Енді, мысалы бағана айттыңыз ғой,
жасырмай айтың, Ахмет затты келісіп алайық дедіңіз ғой. Байрам екеуміз туысын, қазір адамдар арлануы мүмкін ғой, мысалы ауызда тұрып, сахнада ойнаған ба дейді. Реально болды да сөз айтылады. Мысалы Қараусақ болса концертке кететін болдық. Байрам Жорамен бетін аштым деді, мен кеттім деді, кеште комсомол тойын, сен өзің атқарып келе бер деді. Сөйтіп той құласы 9:30-да ма таусылды. Автовокзалға келсем машин жоқ. Қазіргідей машин проблемасы уақыт емес. Машин деген жоқ. Енді жасыратын жоқ, уақылары совхоз районларда концерт 9 дегенмен 10:30 бастай алмайтын ек. 10:30-да бастаймыз деп үмітпен Байрам келеді деп мен күтіп отырған. Құласы 11-ге шамаласқан зал толып тұрыпты дейді. Сөйтіп басылау керек. Көз алды Байрам бердақ жоқ, Байрам жоқ. Сөйтіп біз қасымызда ауызда тұратұғын көмекші баламыз бар еді, Дауран деген, ешкісі Алдо деген Солай күнде машинада дамасына қайтып жатырып, Байрам екеуміз приколлап, менің ойнаған жерімде, Байрамның ойнаған жерін приколлап, ермекілеп келетін еді да күнде машинада, не? Екеуміз жеріміз келеді анаған. Сөйтіп, Байрамға хоп түскен сол күн. Берман кел деген. Сен біз приколлап жүрген, неше күннен бері деген. Бүгін Бердақтың орнына ойнайсың деген ғой. Анау деген енді көз шығып кеткен ғой енді. Бетінде қан жоқ. Баяғына күнде приколларда жоқ дейді. Мен білмеймін ғой деп. Құлас басы ауыртпай Байрам, давай шығасың деген короче. Сөйтіп анау басына кепкін киіп алған ешкі танымасын дегендегі дейін. Сөйтіп концерт бастанайын деп жатыр. Концерт бастайын деп жатыр. Енді концерт мен бастайтын да. Сөйтіп Байрам Анда әдеби сөзге жоқпанда, соншымда анда әдеби сөзбен бастайды да, мен интермедиадан есінде қосылатын. Сөйтіп Байрам сахнаға шығайын деп жатқан уақытта басылап көрмеген адам. Сөйтіп сахнаға шығып жатса, уже музыканы қой деген музыкамен немен шығып келеді ғой, позивноймен. Шығып кетіп қалғанда ядына түсіп кетіп, Жора, сен қазір мен сөйлеп болғаннан кейін интермедиадан алдын екі қос айтасаң деген да. Болды деген, атың кім деген, Тоқтамыс деген, фамилияң кім деген, Наурызов деген. Сөйтіп ортаға барған Байрам терлеп жатқан дейді, албырап, ондай сөздер білмеймін. Қош келіпсіздер концертімізге деп жатсам дейді, ол уақытта аяққа шегеліп кетті. Дейін шеге тұрған деген кәдімгідей басым ғой, ғырш жетіне, ол жерде ай деп бақырамайсың. Томичи дейді бар ғой деп аяққа шығарып кетті. Сол бір аяқ тартып атпан шықпайды аяқне. Алынбайды дейді. Сөйтіп епілеп алдым дейді уақытта. Қара су қара терлеп атпан дейді. Марқамат концертімізді бір ажайып жұқ босықпен басылаймыз деп болып, ана Тоқтамыс Наурыз деген аты. Кеткен ғой енді анау, албырап атқан, арадан 5 минут, 10 минут өткен, сөйлеген ана шеге бар ғой үстіне. Сөйтіп тұр. Марқамат концертіміз жұқ босықпен басылаймыз деп, ат, пап, есатын хамыз ұмытып кетті. Тек Наурыз деген ядында қалып, күтіп алып сабақтарымызда Наурыз жапақ дейді. Наурыз жапақ дейді. Ана деп үстімеге, онда емес еді ғой. Оған деп келдім дейді. Ой, Байрам ең атын онда емес. Мына арасында кеткенде. Байрам келгенде айтып беріп жатыр да. Жора дейді, не қалай атқардың деп. Бір ойлы адам шақырдым саған. Ол концертте көп болды прикол. Сөйтіп жаңа Дәуран деген шықты ғой енді сол кепкіні басып алғанда. Енді ана біздердің частушка деп айтады. Бердақтың дауысы бар да екеуміздің, ол фонограмма. Анау өзінің живой дауысы дым төмен да. Дәуран сен мынандай қылдың ба десем, ооа деп кәдімгі өлі дауыспен деп тұрды, бірақ қос екеуміз бір қосық айтайық деп та-та-та-та ана қосығы жоғарыдан шығады. Біздің кәдімгі өзімдемін. Сөйтіп бір уақытта қарасам кепкі киген ғой, сол дәрежеде ол албыраған ана тер кепкіден шытына шығып, қасына бар ма? Қасынан таптырды. Сөйтіп болған соң, мына жаққа шыққан соң маған айтады. Байрам дейді, мен концертке дейді, бірінші ақырғы шығуым. Сөйтіп жұбатып қой, Дауран сен ондай деме, бәрібір енді әйтеуір епілеп болады, епілеп бір немістің кемісімізді біреу-біреуміз толтырып тұрдық. Бәрі тем более бір совхоздың бір жерінде емес деп еді. Рас ой, мен бірақ ешкім танымайды ау деді да. Ауа, бұл жерде сені ешкім танымайды ой дедім. Сөйтіп ана группасының баласы екен, Дауран! Ана қуанбайды да. Мынау бар екен ма? Сіз үшін, сіздер үшін арнайы тамаша гүлдер әкеліп отырмыз.
және де бізді ютубтан көріп отырғанlar өтініш сіздердің лайкыңыз бен астына комментарийіңіз қатты керек, біз ерінбей оқимыз, соның барлығына ерінбей жауап қайтарамыз. Бірақ негатив жазбаймыз. Жазғаным жақсы негізі. Керек. Енді Байрам аға, Ал не қызық бар сізде? Сол енді көбіне көп екеуміз сол концерттеріне де бола береді. Мына бағана бір жерлерін әдебилестіріп айтып жатыр да, күндіз демалатын ек деп. Расының мойнында қанды көлде түнде скамейкада ұйықтайды деп көзгілерін десең. Қанды о скамейкада ұзын тойдан кейін концерттен кейін шаршап енді ой жерде де таныс нелер бар, сөйтіп солармен отырамыз, неғыламыз, сөйтіп болған соң екеуміз скамейкада жатырмыз ғой, жиі сөйлесейін деп бір қараса таң атып келіп сондай күндер болды есімде. біздерді шүкір екен ғой негізі. Тойып секіріп жүргендегі біздер екен. Тайм машинмен барамыз, тайм машинмен қайтамыз. Ол уақытта тайм машин жоқ, біреуді жалласақ, бір москвичті жаллаймыз, олам бір садаған кетейін, әзіргі бір жаңағы нені жаллағандай. Лимузин жаллағандай. Лимузин жаллағандай. Енді аз мысалы сіздердің уақытыңызда қазір iPhone шығып, любой мысалы қолыңыздағы iPhone-ды бір түсіріп беретін баланы алып шықсаңыз түсіріп кете бересіз, тура ма? Біздердің уақытымызда андай обычный камерамен түсіре алмайсың да. Сөйтіп телевидениеде бар еді, Байрам ядында ғой, HD деген камера. Оны хатпенен шығып, пәленге босайды. Сол 3 күн емес, 2 күнге бере аламыз деп, сол хатпенен зор қалатын уақытларымыз еді. Үлгерсең үлгерген. Ава, и то одада сен сол күнде түсіріп бола алмасаң, тек болу керек мақсат та. Арасында майда детальдар қап кетеді, аяқшы қойшы кете берсін десең. Бір уақытлар жаңағы съемкаға барған қызлар съемкаға түседі, үйінің іші рұқсат бермей қалады. Онdan қайттан ана видеоны өшіріп тастап. Дубляжға түсетін дубляжға түсетін. Онан кейін соны болған соң дубляжға түсеміз, неге қарап отырып. Компьютерға қарап. Микрофондар жоқ. Жоқ, оны фитнешке деген зат аз ғой шу. Жаңа қызға деген бір күн неде бір қайсы район екенін білмеймін енді, бір районда амфитеатр ғой енді, уақытла ашық театр. Сөйтіп бір уақытлар екеуміз концерт баслап жатырмыз. Ол жерде көп уақыттан бері концерттан болмағанда соған біздер ана не қылып Не, қалды көл, кінді көзек. Жаңағыдай бір ұзын лампочка тауыдық құлас. Сөйтіп бір уақытлар соны бір неге қойдық. Сөйтіп бір уақытлар енді концерттен алдын барып көріп аламыз ғой өздеріміз кене жар. Раздевалка киім шешінетін жер жоқ екен да. Сөйтіп сол жерден біреулерден бір екі һәм бақан сұрадық. Сөйтіп бақанды қағып үстіне былай жаңағы Шалының асты түзейін қаданы былайынша байлап сөйтіп бір уақытлар енді киім өзгерту керек қой. Сөйтіп сондай не қылатын соларды істедік. Сөйтіп кеште уже зал ашылды. Уақытлар концерттен алдын екеуміз громкоговорительмен бақырып шығамыз андай немен. Дыққат бүгін кеште пәлен неде концерт болады, қалып қоймаңыздар. Билет бағасы үлкендер үшін 500 сом, кішкентайлар үшін 300 сом деді. Сондай еді 500 сом, 300 сом. Сен асына дейін айтып қалған. Барғаннан кейін сен бағана бақыр оқымен сен айтпадың ғой дейтіндер. Сөйтіп бір уақытлар не қылдық, концертті басыладық. Бірнеше интермедиа болды. Мына har несінде мына ортада ең басында мына бәрі началосын ұсы басылай береді. Сөйтіп сөйлеп жатып әдеби сөз сөйлейді. Мен уже киімде енді сол уақытлар білесің бе, ана қазіргі мысал үшін жаңағы тренд деген зат қой. Еркек адам хаял қыздың образын киіп андай не кисе, сол уақытлар ең сен гәпің қызықлы болсын, болмасын ананың өзі бір эффект береді. Сөйтіп бір уақытлар әдеби сөз сөйлеп жатыр, мен енді артында киім өзгертуім керек. Уақытларымыз ол жаңа киімдерден тап бір жаңағыдай не қылмайсың ғой, кішеміздің болмай қалған киімдері жыртық болса соны тігіп құласын, нашар образын, хаял образын көрсету. Ой, не қылып мен жуып бардым да киімдер бәрін тақлап қойыппыз. Сөйтіп өзімнің киімдерімді шештім. Сөйтіп бір уақытлар анау енді неде тұрады, қадаға қыстап қойып сол киімдер. Анан алсам ана қаданы сыммен байласақ, бір сымның бір шетінен киім ілген екен да. Тартып аттан алынбайды. Енді тез болу керек, ашым тартып жіберем, бақан кетті. Зал деген бірден әмі вуу да қалды. Мынау тұрып өзінше менің кәпіме тартып тұрды. Я, мұқан мынандай да бады. Мен қадымғы Байрам шығып кетті да, сахнада. Мен сахнада қалдым. Қос шақырым керек. Сөйтіп мен шығып кетіп, Байраммен бірге шығып келуім керек қой. Қадымғы қос интермедиадан болдық. Ақамат, сондай күнді көзе келаты, қош кепсілер. Бұл халық әзелден күлкіні сүйетіғын, мәдениетті жақсы көретін халық деп қадымғы сөзді айтып атсам, гоу!
О, мен гүдіп тұрған енді Мен айтамын да. енді полный болды, енді ананы киім керек. Өзім кәдімгі мужской киімдердің бәрін киіп. Тартатынса айтқан жоқпын ғой деймін да. О, мен деген әрі-бері деп қолай соқып қалдым деп заманға қараймын. Ашып қалдым деп. Я, ондай зат жоқ. Бір уақытта бір бала алдында деп атқан көріп қалдым. Деп атқан не? Артыма деп қарасам Байрам брезинді алып деп атқан. Алып атқан екен ғой. Қада құлап кетуі бар ма? Я, о жерде қашып кете алмайсың, екі жақ жауық. Алдың халық, екі жердің жауық. Білет десең кіргеніңді. Бердақтың семіздігі сол жерде маған хоп келді, Бердақтың артына тығылды. Кейінгі неге шығуға уже бит жоқ. Амана сөйлеп жатсаң, зуақларына қандай лампочка болған соң жаздың күні ғой, ана шығын шіркейлердің Бәрі емелейді ғой сол. екеуміз айтып жатып, мінекей Бердақ. Аузы әрі көзі Ал, дұрыс айтасың бара. Нәннаған жаңағыдай шіріп келеді. Күлкіледі аузы. Сондай уақияларым Шүкір. Бұған шүкір біздерге. Актерлік түседі, мына екі бұл көрсетудің әдеуір тәубеге келді. Тәубеге келді олар. Баяғына октябрь совхоздағы ядында ма? Ядыма түсіп кетті жаңа. Алду деген бала аузы тұратын бала не? Жаңа ма? Ава, концерт тамағаннан кейін отчет алып жатырмыз ғой бәрі екеуміз. Сөйтіп ақшаны тақлап жатса, асы толып тұрыпты да. Сөйтіп онан ақшаны шығармай жатып, ана астындағы шығарды жоқ. Қарасақ, алдыма күрішті жаңағыны. Октябрь совхозда Күрішпен кірген бе? балалар, кішкентай балалар, енді ана психический уақыты, ақша жоқ. Қабақ, сондай заттар келген еді ғой. Сондай болады. Қабақ, күріш. Күрішпенен Енді әкеп тұрғаннан кейін оны ана жалата емес та енді уақытлар. Районның балалары. Ақ көкірек сада уже сонымен кіру варианты бар, басқа вариант жоқ та оны. Егер яқ десең қайтап болған сол затларын алып. Не қыласың? Өзі тем более уақытлар бізде квартирадамыз. Ертең палау жейміз. Сондай. Қазіргі құрметті көбеншілер, сол Қытай пайдасын жүгіре бермей, соның үшін осы нелерден, уақиялардан сабақ шығарайық деп Тойда да бір не болды, әзір ядыма түсіп жатырмын. Екеуміз мына Голд Миллионның енді ашылған уақыты ғой. Мен енді ертелеу барып кірдім да, бердақ мынау семіз оңыз әрекет сәл сланелеу ғой. Ізімнен келді. Адам деген тоғырластыр, алдында біреу. Бердақ деп кіттай мүшелі, басында кеп келе бір өне тұрды. Бердақ деп тұрды. Инап, ақұдай бұлай қаштыру өтіп кетейін деп еді. Анам деп қарайды, нәмінаған мұртла жақсы. Аға кешіріс өтіп кетейін. Басында кіттай кім ақұдай нәпі қашты. Қара жібереді. Мұртла нәмінаған. Қайдан біледі? Алдында жаңа жәдіге ұқсаған біреу келді. Ақұдайдан сразу өзі келді. Ой, аға кешіріс. Ой, аға дедім кейін не аласың басқа. Жаңа айтайын дегенім енді ультиматум емес, не емес, приказ емес, ешқандай просто жаңағыдай өзіңіздің концертный программа таярлайсыз ғой, таярлағаннан кейін ол hamma жерге де қою керек та. Мысалы азыр көрсетемесін, кейінгі уақытлар көп бұрынғы көне клублар реконструкция болып қайтадан іске қосылып жатырды мысалы. Қараөзектің өзінде де мысалы Қараөзек совхозда президентіміздің, елбасымыздың басшыларымен қайтадан клублар бұрынғы ахуалына келді ме, үш не болды әзіршілер. Көп районларда да, совхоздаларда да клублары зөйленіп, концерт қоятын дәрежеге келді да. Сол жерлерге де іләж болса. Өткенде біздер карван болып айналып шыққан кезде Карагалпакиға дейін бардық сол кезде. Шетке барғанымызды көрдік, Инстаграм тармақтарында көрдік. Мәдениет сарайлары мощный. Баяғы сіздің келетін еді ғой, кірет жоқ. Кіттай ма ол кезде? Қасымда Жора бала бар, общество тұрамыз. Үйден ақша алып, зорға кірдік, келдік. Өзі бетоннан ауызын мәдениетті. Кіре алмайсың ол ма? Арасынан деп кіріп, деп атқан кезде қастағы бала қалып қойды. Адамға тығысынан. Зорға кірдім. Ұсақта тұрман өзі ана бір кірен рэп болып па, бір шатының рэпті. Рэп айтасы өйтеді. Соны көруге кірдім қоласы. Бір кезде ана арт беттегі мәдениеттің есігі бұзылды ғой бір кезде. Сондай еді ғой я. Сен айтқаннан кейін сәл байрамаға жүр. Мақтану емес, енді болған уақияда. Сол жылдар, сол енді не дейді, пик дейді ғой. Сондай уақытлары Мойнаққа концертке бардық, нешінші жылдар еді байрам.
Мақсат Өтемұратпен бірге барып, үшінші күні бардық. Ортасында тек бір 10 минутлық интермедиа ойнадық. Афиша да жоқ, реклама да жоқ та. Сол жерде концертте тұрып, ендігі апта үшінші күні біздер сол Байрам екеуміз Квен Шоу бірге өзіміздің жеке программамызбен келеміз деп бір айтып кеттік болған. Бір аптадан кейін келдік. Саат 9 деп қойыпсыз концерт, 8 бізде бардық. Сөйтіп барса адам жоқ, 9 болды, адам жоқ. Адам болмайтын шығар деп машинада дөңкөлтөрдің арт бетінде отырмыз да. Дөңкөлтөрде отырсақ, аузы тұратын бала келіп тұрды, ал басынан ал дейді. Сөйтіп, хоу, адам бар ма десек, оу, тығылып жатыр іште деді. Сенбейміз біздер. Сөйтіп, растан-ақ ауыз бітке деп кіретін жаққа барсақ, жаңа өдеу айтқандай, күреге ұлыма адам көрді, адам туы шыбынам өте алмайды да, растан. Имканият жоқ. Бір ауыз. Сөйтіп, басқа кіретіңіз, не жоқ екен да, вход жоқ екен, қапталдан былайдан. Арт бетінде дәрваза бар екен, соң сваркшысын шақырып аштырып кіргізді ал біздер. Бекбосаға деген дөңкөлтөрдің бастығы бар еді соқты. Сонда арт бетіне келіп сахнаға шықсақ, сахнасы биік қой енді. Адамдар мынандай тұрған екен ғой сахнада. Толықта зал деген. Шығып кетіп қонақтан бір жігіттің айтқан гәпі бар Мойнақтан. Қара су қара тер болып, адамдардың тығылыстың арасында қалып қойған ұқсайды. Жаңа айтады, сіз бонем кигендей болды. Бонем кигендей болды ғой дейді. Енді сол кезде пайда деген затылардан енді дискет алып тұратын ек қой. Дискетлерді алып көріп, алып келіп, оны жаңағы спиртпен тазалап, үстіге деп, үстіге. Сол кезде дискет сату мәселелері, оның пайдалары қандай болды? О пайда дискет уақылар сатып пайдаланбайтын. Енді оғанан бір уақи бар. Қызық уақисын айтты. Байрам екеуміздің бір таярлаған дискімізде Айбек Төлегеновке түсіртетінік та біздерге. Себебі соның істеген, монтаж істегеннен һәм түсіргеннен кеуіліміз толатын еді да. Бір күн Айбектің үйінде, Төлегеновтың үйінде съемка түсірдік. Сол съемкада Байрам екеуміз специальный жазатты қостық. Компьютердің алдында отырып тақ деп жұмыс істеп жатқандай боламыз. Сөйтіп камера айланып артқа қарап жүріп деп істейтін деймін жұмысшы ғой бұл жерде дейді да жаңағы. Жұмыста ойнап отырған. Сонда ассалаумағалейкум, осы дискінің иесі, сіз дискінің иесісіз бе, болмаса сіз көшеңізде қасында тұратын пәленшеден бір көріп сұрап алдыңыз ба деген. Сол сәт болған уақия қайсыдар районға барған уақытымызда, сол тойға барсақ, қонақ жайға кірген уақытымызда бір сол тойхананың иесі айтты. Мана сіздің диск шыққан уақытта деп, көшенің басында бір жағдайы нормальный бір жігіт дискет алады дейді да, Квен Шоу дискін базардан алып келеді. Сөйтіп анаң қашан күйеуін тойып көріп алады 2-3 күн. Содан кейін полный бір көше айландырып көріп шығатын еді ол. Бір көше толық бір адам сатып алады. Сен айтқандай сызылып қалады да ол. Дискет деген. DVD алып шығарып, ажағамен бірге пақтаға барып шығарысып, DVD алып, сол дискетті қонсыдан сорап, сөйтіп көретін ек. Оны әзірге дейін көрсем тарта береді да, классикалық әзір. Оны айта береміз ғой. Ай, берді. Су тауылған пешіне әп келді дейді. Ең зор әзір сол. Ерімді бір кило пешіне келді деген бе? Берді, магазиндердің әммесін көріп қайттым не? Бола ғой. Еш қайсында су жоқ. Құрып, онан кейін бос қайтпайын деп, орнына бір кило пешіне әп келдім, бола ма? Сол уақытлар бізге той қызық емес, тек концерт еді ғой астында. Ямсы еші екеуміз қырылып қала береміз. Асылап қырыламыз. Сол дәрежеде екеуміз 100 көріспей сол кетеміз. Бірақ кеште концертіміз барды сол күнде. Түсте қырылсақ. Азырғы мединститут қой енді, уақытта респансияға, сол алдында қырылғанбыз. Бір күні кеште концертіміз бар да, Байрам айтқандай. Білмеймін қайсы районда, Тақта көпір ма, әйтеуір Кегелде бір жерде концертіміз бар да. Концертке 3 сағат уақыт қалды. Екеуміз бір гәптің үстіне таласып, екеуміз Байрам айтқанда 100 көріспейтіндей болып қалдық. Бірақ бір сағаттан кейін, ярым сағаттан кейін бірімізге телефон қылып, яна үшінші интерменің ақырын қандай қылсақ екен, бірімізге білмеген дейді, ұрысқан, бақырысқан деген жоқ. Ой, жаңа маған мынандай қылдау деп, хотя бы кіттай мынандай не сақлауым жоқ та, дистанция сақлауым жоқ та. Деп не қырып, көрмегенім сен бұғайсың деп, кетеміз ғой. Сөйтіп кетіп болғансын үйетке алып ашуланып отырсың мұнда, сондай деп не. Сөйтіп
бірақ күтесің да анаңыз бар. Үшіншідегі ана бір жері бар ғой, соны мынандай қылады. Я қойып тұр, сен қай жердесің, барады. Ұшырасудың несі де, короче, не? Сонда жаңағы Мойнаққа ең бірінші баратыр. Бірінші рет мен Мойнақ деген отқа баруым ғой. Кетіп барады, ұйқылаймыз. Оянсақ еле жолдамыз. Ұйқылаймыз. Оянсақ еле жолдамыз. Сөйтіп сонда айтып бердім. Ой, мына Мойнақ дегеннен қолыма қыз алудың керегі жоқ. Әзір мен келіншегім ойнап. Байрам айта беремін ғой баяғы айта беремін тіліне салған екен. Қазіргі уақытта бақылшы арқалардың бірі айтты. Енді қазіргі кібірлер көріп тұрасыздар ғой, барлық жүріп боласыз, ютубтан көріп, сол сіздердің сол дәуірлерге қарағанда қазір приколлар мен қандай дәрежеде деп ойлайсыздар? Бірден күлдіру керек болып қалады. Қазір тездікте, тездік зерделеп, уақияны әкеліп, диш дегенді ізінде қоятын еді да. Қазір тек шықтың ба, диш қысқа болу керек. Сондай және өзінің тездік әсері дейді ғой сондай. Бұған сен айтқандай бәрібір өз әр дәуірдің несі бар. Мысалы, қазіргі жастарға, кейін кешіп кеткен поколениеге бұрынғы қазір біздердің шығарған әзілдеріміз қызық емес болуы мүмкін. Соны сен бір рет айтып шықтың ба, сен бе біреумен мынандай деп КВН-де несінде айттыңыз ғой, сондай бұрын соған күлетін еді ау деп, сен емессің? Иә, мұқан емес, ана мен жаспасам қалқабаттың балалары ма біреу шықты әзілдерді көргенде соған инап кәлем просмотр болады деді ғой деді да. Енді қазір солар айтып жатыр ғой, солар әзіл деп жатыр. Мысалы үшін арадан бір 10 жыл өтсін, соның әзілі может адамlar ядында қалмас, қалса да оған емес. Демек біз ертең қалатын дәрежеде айтқанбыз да. Енді бұл бір танысым айтып еді да, қазіргі шығып жатқан қосқыштар болсын, мысалы нелер болсын, бәрін құртып жатқан Инстаграм дейді. Мысалы историяға салсам, қазір отырмыз мінекей, бердаға Майрам аға бар десек, уже көріп жатқан адамға қызық емес та. Бәрін көріп тастады да. Сол бойынша тіпті уақиға бар да. 2013 жылы мемлекеттік бір байрам болды да. Сонда Униса Ризаева келді Нүкіске. Уақылар бізді білмейміз, Инстаграм деген, Низат деген білмейміз. Столда отырып еді, аз уақытта айтып беріп жатыр. Инстаграм деген зат шықты, келешекте рауажданып кетеді деп жатыр да, біздер түсінбедік Низат деген. Біздердің өзінен 2016-тан 17-ден аштық Инстаграм. Сол уақытта айтып еді да, мына зат жақсы сат. Реклама дәуірі, тезлесіп жатқан дәуір, жақсы сат деді да, бірақ жаман тірепі деді. Санаткарлардың қадірі болмайды. Адамдар үйінде отырып көріп қоя беретін болады. Дұрыс. Мысалы қазір Астана Вадуктың айтқандай, тек енді бір жерлерге кіргенін түсірмейтін шығар адамдар. Қалған бәрі история. Ішіп отырғаны, жеп отырғаны, көшеде кетіп бара жатқаны. Неде бір қосымша жақсы орында, той тарауында да, соны біздер бұрын екі тамады бір жерде көріспейді, ой тойда ешбір екі тамады басқаруға болмайды, екі қосушы болуы мүмкін қызметте. Сол ақылар біздер материалды өздеріміз істеп, әдеби сөздерден, нелерден тауып не алатын. Қазір мысалы тамадың көбейіп кеткен, сол тамады олайды дейді, әр тамадыны көреді, ең жаңағыдай четкий жақсы сөздерін бірлестіреді, сөйтеді, болды менен тамадыман деп шығып кетеді. Енді Байрам айтқандай, расынақ біздер кім екенін айтпай ақ, біздер ойламаған балалар тамады болып кеткен ғой енді. Қазір көрсетіп ашып отыр десе. Бет ашу үшін бет ашу үшін өмірбайған тойға ерді болса соған іздеп баратын еді соған іздеп. Өмірбайға үстіне жолып жатқан затларды апарып жәрдемдесіп тұрғанның өзі бізге не еді да уақылар. Барғанда тек сыртынан деп қарап қайтпайсың, жәрдемдесіп содан қайым мынандай ету керек екен, мынандай ету керек екен деп. Мынандай сөйлеу керек екен. Біздер сол сіздің аға тойлағаныз сөйтіп көріп играларды ұрлаймыз біздер. Әр игра шығарған аз мысалға су көрсетуден кейін сорақ аламыз. Рұқсатыңызбен берсеңіз деп. Өзің үшін бересің да қадірім жойды, бәрі оны алады. Беріп абырайлы. Бірақ негедір дискінің сол уақытта қадір бар еді да. Мен жаңа дейді, біреу ала алады онан, біреу ала алмайды. Алса біреу бермейді. Базарға кіре алмайтын еді ғой, адам жер біздердің уақытлар
тап сол вақытларны енді Мирадин Абдуллаев енді біздермен қатар біздермен жора ғой дос концерт беретін уақытларым жаңа полиграфияға барып не жаздырады ғой бірнеше Миран концерт беретін болса да концерт 27 октябрь мысалы үшін сондай дейді ме КВН шоу театр студиясы осы соң концерт һәм диджей Миран деп қойылады. Негізі көпшілік білмейді, Мироштың өзіменен сол Байрам үшеуміз білеміз да. Ең бірінші халыққа концертті пайтаққа Мирошам емес, КВН шоу емес, жеке концерт қойған жоқ. Бірінші болып екеуміз бірігіп қойдық. 2002 жылы, алжаспасам декабрь айында. Одан кейін 2005-те біздер бірінші пайтаққа өзіміздің жеке концертімізді қойдық. 2005 жыл 2 сентябрьден 6 сентябрьге дейін оққа кірдің бе шүкірім деп қойдық. Тема туры келеді да сол бастан атқан сезон ғой енді. Мейранам алжаспасам сол 2005-те берді амфитеатрда ма ең бірінші. Бірақ Нүкіске 2005-те берді. Бірақ алдын районларға береді. Районларға шығып жүреді. Әр айда беретін ек. Сен оны квартплат жақыласады ғой. Енді бұл өзінің Нүкістің баласы үйде тұрады. Мен жаңа квартирада тұрамын. Квартплат жақыласудан садан кетен шортанбай деген өткенде айттыңыз ғой. Енді ақша таусылса Нүкіс районға қарай береміз. Бәдіпке айтып едім. Бар зат болса болған, ай квартплат жақылады ма шортанбайға барып концерт қойды. Байрам. Сөйтемізді квартплатты береміз. Квартплат емес еді ғой. Оған садан кетейін. Байрам пединституттан шығады ғой, Тураннан. Біз жақыннан шығамыз. Олыма екі жағам біргіп жүрсіз, енді оның историясы мынандай болды. 2002 жыл мен екінші курс, Байрам бірінші курс. Бұл пединститут оқыдым, университет оқытпан. Сол жылы Өзбекстан бойынша вузлар арасында Нахал деген көріп танылуға басталды. Спектакль театрластырған. Сол тамашада. Сода пединститут пен университет бір автобуста бірге баратын болып қалды да. Сол баратын уақытта Байрам екеуміз танысып, жора оқып, сол кегелден сразу сол жаңағы Астана районларға концертке шығып бастады. Бастағы қызырларды айтсақ енді ол. Басқа қызылар, мысалы, біздерде пединститутта КВН қызымен сөйлеседі. Баста Байрам екеуміз қазір көз алдына адамдардың КВН шоу десе Байрам екеуміз келеді ғой. Баста бір 25-30 адам ойнап кетті КВН шоуда, сен еспей алдың. Қазір жаңағыдай бір-екі совхозға қазір бір жерде полковник болып жатқан нелер бар КВН шоуда. Концертке барасың ғой совхоздарға. Ана машинаның пулын жауа алмай қаламыз. Ана екі бала, қой, мынау болмайды талап екен дейді. Кетеді, екеуміз қаламыз. Және бір 2-3 бала келіп қосылады. Олан бір-екі совхоз барамыз, сөйтіп шығарыз пул төлейміз. Олар мен мынау болмайды талап екен дейді. Құлас бір 30 деген лап қойын, жаңағы бір 15-20 адам ойнап кетті ал КВН шоуда. Ең ақырында қалған Байрам екеуміз. Қазір немен мысалы үшін қазір бір балаға енді не дейді? Қазір бір мобилға кіріп боласың ба деп не, сен шақырасаң сөйтіп күніге бір 20 мың берсең, ай ғой, мынау келіспейді екен маған деп басқа жұмыс істеп кетеді ғой. Сондай да етті бізде концерттен түсетіміз гөр пұл емес, бірақ біздерге мақсатымыз сол пұл емес еді екеуміздікі. Тек халық не қылу керек, шығу керек, не қылу керек болған сол. Аналар келеді, мына пұлмен ай ғой, мен басқа неміз істейін деп сөйтіп кетіп қалады. Енді сол бәрібір қызықты уақиямен халық білу керек қой, бәрібір сіздер естіпедіңіз. Қиыншылықтар болды да, қиыншылықтар енді әдеу жаңа айтып жатсыз, естіп жатсыз ғой өзіңіздер. Пайтаққа бірінші концерт қою Байрам екеуміз аңсат болған жоқ. 2002-ден бастап совхозларда, районларда концерт қойып жүрген болсақ, ең бірінші 3 жылдан кейін 2005 жылы айттым, сентябрь айында, июнь айында программа таярладық. Байрам екеумізді алдымызға қойған мақсат болды. Ал бердік Байрам давай биыл сентябрьде қалай болмасын пайтаққа концерт беру керек деген мақсат болды. Сонда 45 күн концерт қойып, сенесіз бе Байрам екеуміз уақылар баннер шығарудан қатты қиын. Ташкентке істетесің, Нүкісте жоқ еді. Полиграфта анандай кәдімгі қағазда суретілді, уақытта да Ташкентте істейдік болған. Соларды істеу үшін біздер екеуміз күнде концертте мысалы жақсы ниетке просто 10 сом қойдық, основной пулды жазатларға жинап, пайтаққа концерт қою болды да. Енді уақытында көп талантты жігітлер болды. Неге концерт қоймайсыз? Спонсор жоқ деген затлар болды да. Біз айтатын да, спонсор не қыласыз спонсорды? Өздеріңіз концерт қойып, пул жинап, өздеріңізге фундамент жасаң деп айтатын еді. Яғни соғанам және қосымша спонсор не қыласаң деуімізге де бір себеп болды. Біздер бір баста спонсор іздедік енді. Бір не дейді?
спилермен қазіргі несімен сондай ғана қылдық. Ол түнде шақырды да үйіне. Сөйтіп екеуміз түнде бардық. Ол жұмыстан шаршап келген деп отырып не біздер екеуміз мынандай қылажақпыз деп айтып отырамыз соны дейді ұйықтап қалады да. Сөйтіп екеуміз де бетіне қарап отырамыз. Оянуын не мында пәрлене екеуміз бірімен не қыламыз. Сөйтіп күтті деп қарап отырамыз. Деп ояна жақ дейміз. Анам деп кетеді. Дейді. Сөйтіп біздер қайынға ортасында жоқ па? сауда ана шаршап келген жұмыстан. Ол бейшара да біздерді ана неміз қалай қояйын деп тұрып та мысалы үйде жоқ деп айтып жіберсе де қайтамыз ғой. Деп отырып ұйықтап кетеді да. Сөйтіп дейді, кейін біздер жаңа неміз және ұйықтап кетеді. Және айтамын мен ұйықтап қалдық. Ona mana қарсығына бар ма? Байрам айтқандай тыңлағысы келіп отырған емес. Тыңлағысы келіп отырыпты, бірақ ұйқысы келіп отырыпты да. Теп отырып болып, мынандай қылу керек еді, бана пулға керек. Ұшына келген соң. Дейін деп отырсам ұйықтап қалады. Пулға келген уақытта ұйықтайды да. 15 жағында ұйықламайды. Өтіп кетіп қалса. Өтіп кетіп жатқан дейді. Сөйтіп кейін де қой дедік, сөйтіп өздеріміз өз жұмысты айтып кеттік. Қызықты бар тойда қалады ғой негізі. Мұхан екеуміздің бір қызығы болды. Қаликөлде басқарып жатырмыз асарда. Мен бірінші играны жібермен, шығып кетіп бізден Мұхан келіп басқарады. Ана игра бар ғой. Продукты деген да. Адамдар продукты қойсын, картошка, қияр деген. Үлкен үйленіп отқан бала үлкен жасы. Мұхан жіберіп жатыр бой кітті арасында. Картошка топары жүгір, қияр топары бұзат деп. Кешіресіз, картошка сіз шығып кетесіз деп еді ғой. Ішіп алған пиян. Бөләд, мен жаңа жүрдім, мен картошка дедім ма? Анаң, шешек деп басылады. Мен де тұрттым Мұханның, конкурс өткізіп жатырыпты. Сонда мен картошка дедім ма? Анаң, шешек. Қатты арланды. Дүңкі, играсы қалды нерді. Сөйтіп бір кезде сол. Ашығет парлас дейсің. Полный. Соңында проблема шешетін біреу бар екен құлас. Мағанандай біреу. Соған айтып беріп жатқан екен, мен қарап тұрмау деп. Анам жат деп қолын көзетіп жатыр да. Сондай болды деген анық созат айтып жатыр ғой. Сен амаласпай тұрсың. Оны деген қандай аға бара алмайсың. Ансамбльдің қасында тұрмау қарап деп. Бая бір совхозда бір сондай тең бір танысың шықты ғой, да светоч қоңақта зал көтеріліп кетті ғой, сөйтіп ортаға шығып «Тамаш, тут!» деп еді ғой, «Хаметон тұрсын!» Сондай деп оғанда, сондай елде оң бағар болғанда айты тойда. Өзі тойда болғанда демейді. Ол біздерді жақлай жақ емес. Ұра жақ қосылып біздерді. Сондай ма? Ұра жақ, анау айтып беріп жатыр, анау сондай қылды мен деп. Сөйтіп тойхананың алдында күтіп тұрыпты біздерді. Шықсақ тәжірибе, анау нәнәң жас үлкен нелер ғой, 81 жатта. Соңында тойхананың бір заты бар, жима бір заты. Тойхананың артынан азалдан шығып, сөйтіп қашып қайтып кеттік. Болмаса полный энергия. Өзі мен қолайман да кішкентайман. Мынау ұзын мен кішкентаймын. Пианларым деп келіп, бәдепке қарап тұрып байрамға. Деп мен кішкентайлаймын ғой. Берге беріп, маған астатта барлығы. Мен теңілеумен қолайман. Мынаған әнде алмайды. Маған тизе берді ғой. Бая Самат. Саматтың фамилиясы қандай? Төлеген. Сол Каракалпакияда концерт беретін болды. Ол сөйтіп мен алып кеттім, кейін уақытла капитанская жібереміз ғой, біреулік не. Сөйтіп бір уақытла концерт тамам болды. Сөйтіп бір уақытла ауызда кассада Азамат деген ажығасы бар. Алды қайтарсын. Я өлім, я қалдым деді. Балалар ойласып жатыр деді. Сөйтіп бір уақытла концерт тамам болды. Балалар действительно шашылар маңдай балалар жаңағыдай. Ойласып жатыр, сөйтіп бір уақытлар біреу айтты, мен бір жолым білемін деді. Айтса жолым деді, мінеке мына жолдан тартам. Содан қашамыз, басқа вариант жоқ деді. Болды, яқшы бір уақытта хаммеміз не қылып қашып баратып жаңағы концерт тамамасын жүгіріп не. Сөйтіп қастан жаңағы саматлары менен тез өткізеді. Сөйтіп кеткен да сізді біреу мен аяғымды шала алмай жатыр екен да артында. Ананы көріп бәріне өтіп кеттім. Сен полный кетесің. Жаңағы игра дегеннен бір айтып кейін саған полный беремін. Мен скілер сонда бір зат ойда отырсам кейін ұмытып. Игра дегеннен сондай бір бейтәртіп бардак той болады ғой, сондай уақытта жаңағы игра өткізіп жатқан ғой. Екі бала жаңағыдай деп ортада уже бастан бастап әркімнің нервіне тиіп жүрді да. Игра өткізіп жатып, балалар мен балалар мынандай. Сөйтіп уақытlar жаңағы екеуіне жаңағы музыка қоясың ғой, ойнап тұрасыз деп, ойнап жатқан уақытларында деп өзің естіп тұрасың, ана екеуі естіп та, әз біздер екеуміз шығарып жіберсе ұрамыз яқшы. Финалға дейін шығарсам өзлері болды қой деп кетпегенше.
Финалға естім ана қасқыр біздер шығарады ғой соқты ұрамыз екеуміз дейді. Сіздер сен онда айтқан ойша істемейікші ма дейді. Сөйтіп соны ал соған қарамайсың да басқа жаққа қарап тек соны қалды. Құлақ міне ақтама. Финалға дейін шығады болса да. Зор болды? Болды ма? Уақыт енді кішігірім. Уақыт әмезатты деп мәнілі бір сылай айтатын ғой сен. Онда сіз айта алмаймын. Ал құрметті біздерді YouTube каналынан көріп отқан достар, жерлестер, зор демалыс болып меніңше тарихқа қайттық бір майдан. Рахмет ағалар, сіздер қымбатты уақытларыңызды бөліп, сол келгендеріңіз үшін. Так түсіңмен бозып еді қой. Құрап жатыр дейме. Бірақ сол кейінгі уақытлар бір жақында бір көрдік қой, бір нәрсенің рекламасында бірге бір түсіргенсіз ғой реклама. Кардардың рекламасы. Көріп, жүрек деген жағып, қайталдан басанбеген бұл бірге келеді деп ол қаншалық қымбат реклама екен. Қымбат болды. Содан кейін қымбат болғаннан кейін реклама заказ берілмей тұр ғой. Өзін тіклебасың Өзін тіклебасың. Біреулер сұрайды, сол рекламаның пұлын еле ішіп жеп болмадыңыз ба дейді. Я ол тек просто хозяин бұрыннан ескі қадырынан ескі ағалар. Олай болса, көрсетіміз өз жұмағына жетті, құласы. Таусамыз енді ағалар. Біздерді арқайын әлеген кезде тауып ұстай береміз. Концовка деген затлар жоқ. Таусылды дейміз, таусылды. Әлбетте оның барлығы әзілдеп жұмағылмаймыз. Ал біздерді YouTube каналында көріп отқан уақия подкастын, яғни қызық уақияларды көріп отқан достарымыз, қадіртарларымыз, жерлестеріміз біздердің YouTube каналымызға тіркеліп өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, әнде ағаларымызға деген өздеріңіздің жақсы тілектеріңізді білдіріп қойсаңыздар болады. Көрсету бойынша құласа өздеріңіздің пікірлеріңіз болса ағалар. Көрсетмесін басламаңыз жақсы, сол елдің әзерінен түспегейсіз, творчестволық жұмыстарыңызды табыс тілейміз. Сіздердей талантлы жастар сол республикамызда көбейе берсін. Біздер сіздердің ықыласпен тыныспыз. Махан, Бадок, екеуіңізге де Байрам екеуміздің атынан және мәрте мінайдашылық білдіреміз, құрмет қылып, ұстаз деп, сол бағана жақсы нелерді айтып атыз. Туысымыздан қуанып қалдық. Өзі және дейді, мәдениет қызметкерлері сол марапаттың адамы дейді ғой. Сол марапатлаған үшін рахмет, ітібарың үшін рахмет. Сол жаңа Байрам айтқандай, ел халықтың қызметінен ешқашан шаршамағайсыз, алдымызда аман жүргейсіз. Сол халық сілерді құрметлеп, ардақлап, елдің қызметіне шақыра бергей. Рахмет. Ырысыңыз кем болсын. Ал жүректі. Құрметті тамаша көйлер, сізбен қоштасамыз. Күген шоу, легенда ағаларымыз. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз.